жүлде қоры бар. Көп неге осы жазушылар кітап жазады, оның бәрін кім оқиды? Мен жабылмай қалған гештальтым деп білемін. 2 жылдай көркем әдебиет оқымай кеттім. Әдебиет деп айтқанымда ол бір қазақы жоқ екен, адам емес екен деген сөздерді айтып қаламыз. Биыл Ұлан газетінің 95 жылдығын біз кең көлемде атап өтеміз деп ойлаймыз. Ауылда жұмыс көп, қора тазалағаннан бастап бүкіл үйдің тірлігін бәрін істейсің. Құдайдың құтты күні естің алыспасын. Тілімізді сөйтіп қорғамасақ, осындай тұрақ тіркестер деп пайдалансақ, ертеңгі күні қазақ тілі қасан кәдімгі ауыз екі сөйлем тілі ғана болып қояды. Қара пиар болсын, пиарасыз беріп отырмыз. Ол тақырыптарға 16-17 жыл бұрын мысалы харассмент деген ұғымды біз білмейтінбіз. Ал сөйтсек харассмент бізде өте көп сағатты журналистиканың өзінде. Мысалы қазір қоғамда бәріміз жемқор емес қоғам болса, әділ қоғам болса деп армандаймыз да. Бірақ мен сол кезде 6-шы сыныпта оқып кезде әжемді өзім ашуққа отырғызатын, мені қуаттандыратын, мені жігерлендіретін сол нәрселерді ашуққа жеркенбей, андай қиналмай отырғызатын, бірақ сөзімен ұстайтын. Батасын аласың, үлкеннің батасын аласың деген. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біз 95 жылдық тарихы бар, көптеген балалардың, жастардың, қазіргі ересек адамдардың досына айналған Ұлан газетінің қазіргі бас редакторы Жадыра Нұрмахановамен сұхбаттасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жадыра апай, қайырлы күн, көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Өзіңде көңіл-күйің қалай, бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Осы редакцияға жүрегімді, екі өкпемді қолыма алып жүгіріп ұшып келе жатырмын ғой сабақтан шығып. Жалпы ең бірінші қазіргі Ұланның жағдайы қалай, қандай жаңалықтар болып жатыр, сіздердің сонымен бөлісе кетсеңіз. Біріншіден өзіңді көргеніме қуаныштымын, өйткені студент болғалы бері енді көріп тұрмын сені, көптен бері көрмегенмін. Ақерке, енді сен өзіміздің жас тілшімізсің ғой, өзің ұшқан ұяңа қош келдің дейміз Ұланға. Жалпы Ұланда енді өзің білесің ғой, бізде бар мүмкіндігінше балаларды жан-жақты дамытуға атсалысамыз деп. Біз қазір Ұланда бір емес екі бірдей байқауды бастап өткізіп жатырмыз. Біреуі журналист болғым келеді байқауы, одан кейін тас түлек деген байқау, ол жазуға қабілетті балалар арасында өтеді. Оған тек қана журналист боламын деген балалар емес, жазушы боламын, ақын боламын деген балалар да қатысады. Яғни оның жүлде қоры бар байқау. Яғни бірінші орын алған балаға 100 000 теңге, екінші орын алған балаға 70 000 теңге, үшінші орын алған балаға 50 000 теңге, одан кейін ынталандырылған балаға 10 000 теңгеден ақшалай сыйақы беретін сондай байқауымыз бар. Одан кейін тағы да бір байқауды жоспарлап жатырмыз. Ол алдағы уақытта деп, алдағы уақыттың еншісіне қазір енді шарттарын, талаптарын түзіп жатырмыз. Ол байқау негізінен кітап құмар балаларға арналған байқау деп отырмыз. Себебі біз ол байқауда мысалы бас жүлдеге бірінші орын алған балаға 100 кітап, екінші орын алған балаға 50 кітап деген секілді кітаптарды сыйласақ деген ниетте отырмыз. Себебі ол оқитын ұлтты қалыптастыру бір жағынан қазіргі кезде шығып жатқан қазақ тіліндегі кітаптарды насихаттау. Яғни біз оны баспалардан кітаптар алу арқылы балаларға барынша қызықты болатын дүниелер өткізсек дейміз. Мысалы оған әдетте қандай балалар қатысады? Оған шын мәнінде кітап құмар балалар қатысады да. Мен осы кітапты қалай да ұтып аламын деген бала қатысады деп отырмыз. Сондықтан да алдағы уақытта осындай да байқау болуы мүмкін. Енді биыл Ұлан газетінің 95 жылдығын біз кең көлемде атап өтеміз деп ойлаймыз. Оның бірінші әлгі журналист болғым келеді байқауында өтеді. Одан кейін екінші осы тас түлек байқауын табыстаған кезде, жүлдегерлерін марапаттаған кезде біз кәдімгі үлкен бір мәдени орында концерттік бағдарламасымен өткіземіз деген ниетте отырмыз. Одан кейін де осындай іс-шаралар жалғаса береді алдағы уақытта. Қандай игі бастамалардың бірі деп айтсам болады. Өйткені өздеріңіздің қолдауыңызбен сізге жазу арқылы жарық көріп жатқан екінші Ділмарлар дүбірі кітабының ішіндегі шешендік өнерді зерттеуші Ахметұлы Мамай есімді ғалым былай деп жазған екен: біз қалай болса да саналы ұрпақты, сапалы ұрпақты қалыптастыру үшін оларға қазірден бастап көбірек оқытуымыз керек деп. Және осы бастама осы тұста бір-бірімен керемет табысып тұрған сияқты. Үйлесіп тұр. Енді мен бүгінгі сұхбатымның басты мақсаты сізді тұлға ретінде және осы Ұлан газетінің редакторы ретінде ашу. Ұлан газетіне біз қазір қайтып келеміз, бірақ менің ең бірінші қойғым келетін сұрақтардың бірі ол осы: өзіңізге осыдан 5 жыл, 10 жыл бұрынғы Жадыраға қандай кеңес берер едіңіз?
Мен өзімнен 5-10 жыл бұрынғы жадыраға көбірек оқы деп кеңес беретін едім, және өзіме тіл үйрен деген кеңес беретін едім. Сосын әлемді аралаудан, саяхаттаудан қашпа деген кеңес беретін едім. Өйткені менде бір қорқыныш болатын, шетелге шықсам, бірдеңеге ұрынып қаламын, бір жағдай болып қалады деген секілді менің басымда сондай бір қиғаш бір ойлар болатын да. Сол ойлардың дұрыс емес екендігін қазір ғана түсініп жүрмін. Мысалы мен өзім жастарға, өзімнің осы 10 жыл бұрынғы жас кезіме саяхаттауға әрқашанда ұмтылып тұр, ашық бол деген нәрсені айтқым келеді. Сосын тіл үйрену қашанда кеш емес. Сондықтан да әдетте айтып жатамыз ғой, бір тіл берген бір адам, екі тіл берген екі адам деп. Ол кез келген адамға тіл білудің пайдасы өте көп. Бірақ тіл білгенмен қатар, және мен өзім көп оқуды насихаттағым келеді. Себебі мен осыдан сол 8 жыл, 10 жыл бұрын менде мынандай ой болды. 10 жыл бұрын осы қазір әлемде кітап деген көп, неге осы жазушылар кітап жазады, оның бәрін кім оқиды деген менде сондай сауал болған. Ол кітаптың не керегі бар, осы бәленбай кітап шықты осы уақытқа дейін. Соны адамзат азық етіп ары қарай оқып алса да, сол жеткілікті емес, жазушы деген не үшін керек деп менде сондай ой болды да. Өзіме сондай қарама-қайшы ой болды. Сосын біраз уақытқа дейін мен сондай көркем әдебиет, екі жылдай көркем әдебиет оқымай кеттім. Мүлде көркем әдебиет оқымадым. Оның орнына мен бір іскерлік әдебиеттер оқыдым осыдан 10 жыл бұрын. Енді іскерлік әдебиеттің де пайдасы бар ғой, бірақ мен түсінгенім, адамға әрқашанда көркем әдебиет керек екен. Адамда депрессия болған кезде оны алып шығатын көркем әдебиет екен. Мысалы біз өмірдің не екенін түсінбейміз, алдымызда не бар екенін, қандай тағдыр тұрғанын ешкім білмейді, болжап біле алмайды. Сонда біз кітап оқу арқылы ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені үйрену керек, неден жирену керек екенін біз үйренеміз да. Себебі кітапта оқыған оқиғалар арқылы жақсы мен жаманды ажыратып, өзіміздің басымызда бір ситуация бола қалса, дұрыс шешім қабылдауды үйренеді екенбіз кітап оқыған адам. Ал қазір көркем әдебиет оқыған адам оның ішінде. Ал қазіргі кезде мысалы көп адамдар бар ғой, енді тұлға ретінде қалыптасып, шетелде оқып беріп жатқанда тұлғалар бар. Бірақ солардың ішінде мысалы әдетте біз айтып жатамыз ғой, бір қазақылығы жоқ екен, адам емес екен деген сөздерді айтып қаламыз. Ол нәрсе неден шығады? Ол нәрсе сол көркем әдебиетті кішкентайынан бастап оқымағаннан бойына сіңірмегеннен шығады екен. Сондықтан да мен әрқашанда оқу деген нәрсені кеш емес, ол құндылық, ол кеш емес, ешқашан оқу кеш емес. Сондықтан 10 жыл бұрынғы жадыраға болсын, 20 жыл бұрынғы жадыраға болсын, мен көбірек оқы, көркем әдебиетті оқи бер, одан оқығаннан ұтылмайсың, керісінше саған көп пайдасын береді деген нәрсені айтқым келеді. Тамаша. Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой, сөз жазушы адам әрі сыншы, әрі жазушы болу керек деп. Осы тұрғыдан көркем әдебиеттің ішінде де сынай қарай отырып, осыларды балаларға оқу керек деген бір жазушылар, немесе белгілі бір шығармалар бар ма? Бар, мен өзім жақында ғана бір кітапты оқыдым. Және ол кітап менің балалық кезімде оқи алмай қалған кітабым еді. Менің жабылмай қалған гештальтым деп білемін. Жақында ғана сол кітап қайта басылып шықты. Ол кітаптың тарихына да, ол кітапты оқу қызықтығы. Менің әпкем болды, менен 4 жас үлкен Бота деген әпкем болды. Сол Бота деген әпкем сол кітапты оқып жүрді. Сосын күніге бізге үзіп оқиғасын айтып береді, мазмұнын айтып береді. Сосын біз ауылда тұрамыз ғой енді. Ауылда жұмыс көп, қора тазалағаннан бастап бүкіл үйдің тірлігін бәрін істейсің, қораны да тазалайсың, малға да қарайсың, ыдыс аяқты да жуасың, есіктің алдында сыпырасың. Бізде есіктің алды, оңтүстік жақта есіктің алдын сыпыру деген кәдімгі үлкен бір жұмыс болатын. Құдайдың құтты күні есіктің алдын сыпырасың. Жаңағы огородқа да қарайсың, есіктің алдында егін егеміз, помидор бәрін, соның арам шөбін жұлып, бәрін соны істейміз. Сол кезде әпкеміз бізге мынандай қулық ойлап тапқан, сол кітапты оқиды да бізге күніге оқиғасын айтып берді. Сосын бір тірлік істемей қойсақ, кешке қарай айтып бермей қоямыз, біз бәріміз зыр жүгір сол тірлік істейтінбіз. Сосын ол өзі сөйтіп бізді сол кітаппен байлап ұстап отырды да, бір айға сол кітапты. Ол қандай кітап десеңіздер, ол мен ол кітапты қазір оқып сүйсініп, қазір қатты насихаттап жүрмін. Таупық Рымжанов деген қазақтың жазушысы болған. Ол кісі фантастика жанрында жазған. Негізі ол кісінің мамандығы өзі физик. Бірақ
ол кісі өте мықты жаңағы қиял ғажайып ертегінің бір шыңына шыққан адам деп айта аламын да өзім. Сол кітапты сол кісінің Зәйтүн Қарлығаштың ерлігі деген кітабын мен балаларға оқыңдар деген көбірек айтқым. Иә, қазір насихаттап жүрмін сол кітапты бәрі адамдарға айтып, сосын мен соны айтқалы беріп, бірнеше адам осы айналамызда әріптестер, осы үлкен жазушы журналист кісілердің өзі сатып алып жатыр да сол кітапты. Себебі мен ол кітаптың атын Зәйтүн Қарлығашпен Ерден деп жүргенмін. Өйткені мен әпкеме айтқан кезде оқиғада Зәйтүн Қарлығашпен Ерденнің оқиғасы. Мысалы бұл жерде енді кереметтің соншалық біздің қазақтың қыздарын қалай құрметтейтінін бұрын 84 жылы жазылған шығарма ғой, 1984 жылы. Сол кездің өзінде қазір енді феминизмді көп айтып жүрміз, қыздар әйел теңдігі, қыздар теңдігі, жаңағы қыздардың билікке келуі, қыздардың ғылымда болуы деген нәрсені көп насихаттап айтып жүрміз ғой. Сол кітапты оқыса, ол жерде керісінше, мысалы патша өзінің ұлын таққа отырғызбай, келінін таққа отырғызып кетті. Өйткені келіні ұлына қарағанда ақылды деп санайды патша. Мысалы соның өзін мен оқып отырып, қандай керемет деймін да. Біз нені айтып жүрміз, қазір нені насихаттап жүрміз, феминизм насихаттаған кезде феминизм дегенді мысалы біздің шығармаларда қалай көрсетілген, бұрын бұл феминизм туралы айтылмай тұрған кезде біздің феминизм туралы шығармаларда қалай насихатталған деген нәрсе сол жерде тұр. Сосын мен бұл кітапты оқығаннан бұрын мысалы балаларға Харри Поттер әлемдік бестселлер ғой, оны елдің бәрі біледі. Мен Харри Поттерді оқуды насихаттап, ол қызық деп, мысалы мен 7 томның бірінен кейін бірін алып, әр баспадан шыққан сайын алып оқып жүрдім. Бірақ жаңа әлгі Зәйтүн Қарлығаштың ерлігі Харри Поттерден бір мысқал кем емес. Мысалы соны қарадым да, қазақтың жазушыларда керемет фантастикалық дүние туғызған екен деп мен өзім жақында ғана оқып осыдан бір ай бұрын ба оқып болып сөйтіп тамсанып жүрмін да, соның бәріне айтып жүрмін насихаттап. Сол кітапты оқуға ұсынар едім. Сосын әдетте мен балаларға негізі бүкіл қазақ баласын бірінші ауыз әдебиетімен сусындандырсын деген нәрсені айтқым келеді. Неге? Себебі өзінің ұлттық тамырынан ажырамаған бала ертеңгі күні осы елдің сөзін сөйлейтін азамат болады. Себебі біз батырлар жырын кішкентайымыздан оқып өссек, ол біздің бүкіл жан дүниемізге, қанымызға, сүйегімізге сіңіп қалады да. Сосын біз ертеңгі күні осы елдің патриоты болып шығамыз да. Негізі балаға бірінші кезде сол батырлар жырын, шешендік өнер деп мысалы кезінде жаңағы сырымда атылымнан бастап бәрінің жаңағы Қазбек бидің, Әйтеке бидің дауларды шешкендегі кітап болып жинақталған кітап болатын, үйде жырымдалған, оның атын да білмеймін әйтеуір. Сол кітап мысалы маған қатты әсер етті да, себебі ол дипломатияның бәрін үйретеді. Әлем әдебиетінде Джек Лондон деген жазушының Мартин деген шығармасы бар. Сол жақта жазуға өте құштар жігіт қыздан беті қайтып қалған кезде жазуға қолына қалам алмай шығармашылықпен айналыспай кетеді. Енді сіздің редактор болғасын енді жұмыс бабымен кейде міндетті боласыз, ал кейде шынымен де жүрегіңіз қаламай қалатын кездер болады ма? Жазбаларды тексеруге не болмаса өзіңіз де шығармашылыққа мүлдем жолағым келмей кетті дейтіндей бір шаршаған кезде. Және сол кезде не істейсіз? Мен бұрын өзім үнемі мақала жазатын, шын айтайын, мен мақала жазбаймын, тек қана редакциялаймын. Редакциялаған кезде ол менің жұмысым. Ол шабыт күтіп отыратын нәрсе емес, жұмыс деген жұмыс, ол істелу керек, ол жауапкершілік. Сен қазір редакцияламасаң, қазір ол дүниені оқымасаң, ертеңгі күні газетің шықпай қалады деген секілді ғой. Мысалы сен қазір бір балаға жауап жазсаң, ертеңгі күні ол саған жазбай қояды. Мысалы бір баланың хатын шығарпай қойсаң, ол ертеңгі күні беті қайтадан редакцияға кері байланыс орнатып хабарласпай қалуы мүмкін деген секілді. Сондықтан да мен барынша ол шарттығым деп ойлаймын. Ол шабыт күтіп, бірдеңе не істеймін деп отырудың қажеті жоқ. Сен жұмыс па, сен оны ретімен бәрін орындап отыру керек. Өйткені сен орындамасаң, біз көп нәрседен ұтыламыз да. Біз тек қана өзіміздің уақытымызды алмай, басқа адамдардың да уақытын аламыз. Мен сол тұрғыдан қараймын, басқа біреудің уақытын алмайыншы деген принципті көбірек ұстанамын. Рахмет. Жаңа өзіңіз айтып қалып жатсыз, шешендік өнері маңызды деп. Осы Ұлан газетімен бірге Ділмар үйірмесі туралы айтпасам, мен үшін сын болатын шығар. Ең алғашқы Ділмар үйірмесінің жазбалары қайсы, сіздің есіңізде бар ма? Немесе Абай мектебінен келген? Абай мектебінен келген бір баланың, мен атын ұмытып қалдым, бірақ осы репортаждармен жазған бір шығарма қатты есімде қалды. Себебі
ол қарапайым ауыл адамдарының жаңағы үйге қонаққа барғандардың бәрін сипаттап жазады да, маған сол нәрсе қатты ұнады. Сосын тағы сенің өзіңнің бір сен де жазған бір шығармаңмен қатты есімде қалды. Соның ішінде маған қатты ұнаған бір сөз болды да, оны қазір редакторлардың көбі журналистика түсінікті болсын жасай, онда түсінбейді, ол сөзді қолданбау керек деп кейбір тұрақ тіркестер қолдандырғысы келмейді да журналистикада. Бірақ сенің сол жазған мақаланың ішінде сүт пісірім уақытта деген бір тұрақ тіркесім болды. Маған қатты ұнады, мен оны алып қалдым. Не оны алып қалдым? Себебі қазіргі кезде көп адам сүттің қанша уақытта пісетінін білмейді да. Сүт пісірім уақытта сен мақала жазасың, билет алып үлгердім дейсің, жаңағы Каспий қосымшасынан билет алып үлгердім. Жер сілкінісі кезіндегі мысалы сол нәрсе, мысалы көп адам білмейді. Мысалы он бір 7 минут 10 минуттың аралығында да сүт піседі. 7 минут 10 минут аралығы билетті қарап, бағасын салыстырып алып үлгересің да. Сол кезде адамдарға оны нәрсе керек екен дедім да. Өйткені біз тілімізді сөйтіп қорғамасақ, осындай тұрақ тіркестерде пайдаланбасақ, ертеңгі күні қазақтың тілі қасаң кәдімгі ауыз екі сөйлеу тілі ғана болып қояды. Сондықтан барынша егер балалар ондай тұрақ тіркесті орнымен қолдана алса, мен сондай балалардың шығармашылығын жоғары бағалаймын да. Сосын қазір балаларға барынша айтамыз, балалар, сіздер жаңағы өздеріңіз басыңыздан өткен оқиғаны жазыңыздаршы деген нәрсені көп тапсырып отырмыз. Себебі неге? Себебі қазір жиінен жасанды интеллектпен жазатын балалар көбейіп кеткен. Оның жиі екенін мен біліп отырамын. Бірақ енді бала қайта мазасыздан жаза бергесін, кей кезде арасында бір-екі материал шығарып беріп отырасың. Бірақ ол негізі дұрыс емес. Ертеңгі күні сен жиға жұмыс істеп, сен жұмсап отырсаң, ертеңгі күні өзіңнің басында ешқандай да бір шығармашылық идея қалмай қалуы мүмкін да. Сенің бүкіл жұмысың жиі істеп беретін. Сен не үшін адам болып отырсың, сен не үшін жаңағы тұлға болып отырсың. Сен жиға сенім артпай, керісінше өзің көбірек жазуға тырысып, ертеңгі күні өзіңнің шығармашылық мүмкіндіктеріңді кішкентай кезіңнен бастап жетілдіргенің дұрыс та. Ал жиға сенсең, ертең жи сені жұмыссыз қалдыруы мүмкін да. Былайша айтқанда Абайдың атымды адам қойған соң қайтадан адам болайын дегенімен келетін секілді. Жадыра ханым, қазір сторителлинг форматы өзекті, сол бағыттағы жұмыстарды қабылдағыңыз келеді деп айтып жатасыздар. Сторителлингтен бөлек тағы да қандай форматтарда жазса оқушылар үшін тиімді болмақ? Оқушылар үшін сол біз барынша сторителлинг бағыты тиімді. Қазір мен жаңа ғана осы жиі айтып отырған себебіміз бұл. Біз мына бағытта деп айтсақ, бұл ондай ақпараттар керек, арасында мысалы танымдық дүние ретінде ол керек. Сосын одан кейін өзіңнің сыныптастарың, өзіңнің ауылдастарың арасында қарапайым адамдар болуы мүмкін. Солардан бір-екі ауыз болсын пікір алып, соның бір жеткен бір жетістігін көрсетіп жүрсең, ол тамаша болатын еді. Мысалы мен бір қызды үнемі айтып жүремін, осы ұланның жас тілшісі болған Әйгерім Бегімбет деген фотожурналист бар. Сол мысалы сондай материалдарға жазудың шебері. Қарапайым ауыл адамдарын мысалы бір жай ғана бір ауылда құдық қазушы туралы керемет материал жасады да. Сосын жай ғана ауылда түйеқұс бағып жүрген жігіт туралы керемет материал жасады. Мысалы бүкіл ел бойынша соны сүйсініп оқып, бәрі одан кейін Әйгерімнен кейін соларды телеарнаға түсіреді. Мысалы кез келген адамның ауылында бір ерекше кейіпкер болуы мүмкін. Сонда ерекше кейіпкер тауып, солар туралы соның істеп жатқан ісін насихаттап, мысалы жаңағы құдық қазушы туралы айтқан кезде, құдық қазушы судың шығатынын қалай біледі деп мысалы сұрақ қояды Әйгерім. Сосын ол өзінің бір арнайы бір темір бір мыстан жасалған бір құрылғысы бар екен. Соны бүйтіп апарып жүріп суды тексереді. Қай жерден су шығады. Сол кезде анау өзі физиканың заңдылығы бойынша бір белгі береді. Мына жерден құдық қазса, бұл жерден су шығады деген секілді. Мысалы сондай бір танымдық дүние болып бір жағы ана кісінің еңбегі дегеннен орасан, ол қаншама ауылды, қаншама адамды сумен қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан осындай материалдар болса, біз қуана қабылдайтын едік. Қарапайым ауылда, мысалы атақты жұлдыз болу шарт емес, мысалы қарапайым ауылда өзінің мектебінде сондай тұлғалар болуы мүмкін, солар туралы жазса тіпті жақсы деп ойлаймын. Бізде бәріміз сондай кейіпкерлерді аңсаймыз. Қазір ешкім жұлдыздардың өмірін қарағысы да келмейді, шындап келген кезде. Сондай бір кейіпкерлерді сағынады. Қазір енді сөз бостандығы деген секілді тақырыптар жиі қозғалады ғой. Өткенде де біраз журналистермен бірқатар мәселелер туындады. Ұлан газетінде сіздер қозғамайтын немесе қозғауға жиі қозғағыңыз келмейтін тақырыптар бар ма? Негізі бізде балаларға қатысты тақырыптың бәрін қозғай береміз. Оған ешқандай тыйым жоқ. Бірақ бізде енді кей кезде министрліктің тарапынан
суицид туралы материал жазуға көбірек тапсырыс береді. Бірақ мен ол тақырыпты қозғағанды аса жаратпаймын. Бірақ енді амал жоқ, министрлік тарапынан ұсыныс болғаннан кейін ол тақырыпты беруге тура келеді. Себебі не үшін ол тақырыпты қозғағымыз келмейді? Өйткені суицид туралы жазу ол өте ауыр және кейбір дүниелер балаларға, үлкендерге болсын, жасөспірімдерге болсын, ол нұсқаулық болып кетуі мүмкін. Мына нәрсе істеме десе, мына нәрсе, оны қайта-қайта насихаттап берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сосын қазір вейпке тыйым салып жатыр ғой. Олар да қайта-қайта ол тыйым салынды деп айта берудің де қажеті жоқ деп санаймын. Себебі біз оны айтқан сайын керісінше жаңағы қара пиар болсын, пиар жасап беріп жатырмыз ол тақырыптарға. Сол үшін ол тақырыптардың қозғалғанын аса жаратпаймын. Ал былай балалардың құқығына қатысты, балалар нені білу керек, ол жағынан көбірек айтқан дұрыс деп ойлаймын. Балалар құқықтық тұрғыдан сауатты өскенін қалаймын. Мысалы, харассмент болсын, біз бұдан мен журналистикаға келген жылдар, мысалы бұдан 16-17 жыл бұрын, мысалы харассмент деген ұғымды біз білмейтінбіз. Ал сөйтсек, харассмент бізде өте көп болған екен журналистиканың өзінде. Ал қазіргі балалар мектеп кезінен бастап харассменттің не екенін біледі де, ол өздерінің шекарасын, өздерінің құқығын қорғай алатын тұлға болып қалыптасады. Ал біз кезінде сол тақырыптарды білмегендіктен біз өзіміздің көп жағдайда құқығымызды қорғай алмадық деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша, олардың басқа басылымдарға қарағанда табысты әрі қазіргідей оқырмандар, достары көп болуына не себеп? Бұл тек қана рухани әулет болумен ғана шектеліп қала ма? Ұланның оқырмандары негізі бұрын өте көп болған. Мысалы, кеңес үкіметі кезінде ұланның тиражы 200-250 мыңға дейін барған екен. Қазір керісінше өте аз деп ойлаймыз. Бірақ енді басқа басылымдармен салыстырғанда ұланның жанашыр достарының көп болуының себебі ол бізде бір шартты ұғым жоқ. Мынау үлкен, мынау кіші дейміз. Бәріміз теңбіз. Сосын балалардың бәрі бірдей. Балаларға бір бөліп жарып қарауға болмайды. Мысалы, қазір маған көп адамдар, әсіресе өзіміздің журналистер кезде қарны ашып келеді, хабарласып, осында бала материалын шығарып бере салыңызшы, немесе осындағы жасыр жібере аласыздар ма, куәлік деп хабарласады. Сосын мен қатты ренжимін оларға. Сіздер неге болып айтасыздар? Ол балалар жасыршы куәлігін алу үшін қанша уақыт еңбек етеді. Неге сіздің ініңіз, немесе сіздің сіңліңіз болғаны үшін, немесе сіздің қарындасыңыз болғаны үшін, ол неге жасыршы куәлігіне ие болу керек? Әділдік деген негізі баладан басталу керек қой. Мысалы, біз қазір қоғамда бәріміз жемқор емес қоғам болса, әділ қоғам болса деп армандаймыз да, бірақ балаларға келген кезде, осы біздің айналамызда, мысалы, біреудің материалын шығарып бере салшы тұрады да, жоқ ондай нәрсе болмайды да, баланың бәрі бірдей. Ол маған батыстан жаза ма, шығыстан жаза ма, немесе біреудің інісі, немесе біреудің қарындасы бола ма, маған бәрі поштаға жіберсін. Ол мен мысалы танымасам да ол баланың материалын шығаруға міндеттіміз деймін да. Жақсы материал болса ол қалмайды. Ал керісінше таныспен егер де өсіп келетін болса, мен қатты ренжимін да. Мүмкін сол нәрсе біздің балаларға да әсер ететін шығар деп ойлаймын. Өйткені біз редакцияда сол нәрсені көбірек қолдаймыз да. Барынша балалардың бәрі бірдей қарасақ, балалардың бәріне махаббатты бірдей бөлсек деп ойлаймыз. Біздің мүмкін басқалардан ерекшелігіміз сол шығар. Сен алдында Бауыржан Мабажанұлы деген ағамыз айтқан еді, сендердің жұмыстарың тек қана журналистика емес, сендер кәдімгі педагог, психолог сияқты екенсіңдер ғой деп. Біздің бір жағынан жұмысымыз енді тікелей шынымен ойлаймын, тек қана журналист ретінде, редактор ретінде ғана міндет атқармаймыз. Біз кәдімгі оның жаңа педагог, психолог, әрі досы, әрі қатар бір досы, сырласы сияқты қараймыз да. Мысалы, әліге дейін мен бұдан 15 жыл бұрын жасыршы болған балалар әліге дейін хабарласып, мысалы, жеке құпияларына дейін, отбасына не болады, қазір бәрі үйленіп отбасы болған ғой, мысалы, бәрінің мен өмірінен хабардар болып отырамын да. Тіпті кейбіреулер осындай мәселе болып жатыр деп келіп тұрады да. Барынша оларға қолдан келгенше өзіміздің қолдауымызды білдіріп, кеңестерімізді айтып отырамыз деген сияқты ғой. Содан да шығар біздің балалар ұлан газетін жақсы көретіні. Тамаша. Яғни біріншіден ұлан газетінің жасыршысы болғысы келетіндердің құлағына алтын сырға, ол жақта бармақ басты көз қысты деген жоқ. Және ұланның басқа басылымдардан ерекше болуы, ол осы бір достықты, осы бір шынайылықты, ізгілікті, махаббатты сақтап қалуда. Ең бірінші достық. Өйткені сен жазғаннан бұрын, мысалы, сен бір ұландық бір жасыршымен танысты ма, дос болып кетіп, бір-біріңе шынайы дос бола білсең, біздің ең бір бізге керек нәрсе сол да. Газеттің патриоты бір-бірімен дос болып кетсеңдер, одан артық бізге ештеңе керек емес да.
жақсы адам болсаңдар болды. Өйткені біз жақсылықты сөйтіп әлемге көбірек тарата аламыз да. Мысалы ертеңгі күні сен өткен жолдан басқа балалар да өту керек та. Мысалы Ақерке жас тілші болды ма, Ақерке одан кейін өзінің іні сіңлілерін бауылайды деген секілді. Мысалы сен Абай мектебінен сенен кейін мысалы Гүлшат жас тілші болды да. Мысалы Гүлшат та қазір өзінің сіңлілерін, інілерін жазғандарын насихаттап беріп жүрді. Мысалы ол нәрсе өте жақсы да. Біз бірінен жақсылық көріп па, басқа адамдар соны көрсе екен деген бір басты фишка ретінде қараймыз да. Сондықтан бас балалардың бәрі соны біліп, бір-біріне насихаттап айтып жүрсе, ол жақсы. Ертеңгі күні кез келген салаға барсаң да, немесе үлкен тұлға болсаң да, ол жан-жағыңа басқа өзіңнен кейіндегі жақсылығын көріп тұрсаң, сонда біздің елге дамиды да. Мысалы ертең мысалы Қазақстан мысалы халықаралық деңгейге шыққан кезде сен өзің еліңе кішкенесің, бүйрегің бұрып тұрады деген секілді. Сонда нәрседен басталады, ұсақ нәрседен басталады ғой. Ұлылық ұсақтан басталады деп біз жақында ғана ұланның бірінші санын берген кезде бірінші бетке сондай мақала бердік. Ұлы іс ұсақтан басталады деген. Ол Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың айтқан сөзі екен. Яғни ұлы боламын десеңдер, ертеңгі күні ұсақ істерден осындай бір-біріне көмектесуден бастаған жөн екен. Керемет. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, бұрынға қарағанда қазір газет басылымның оқырмандары азайып қалды деп. Шынымен де қазір баспаны, көптеген тіпті теледидардағы арналардың өзін ғаламтор әлеуметтік желілер орнын басып кетіп жатыр. Осы тұста сіздің пікіріңіз қалай? Басылымның, газеттердің шығуы қаншалықты ұзақ жасауы мүмкін? Бізде жалпы бәрі жерде қазір сондай ғой. Қазір қоғам әлеуметтік желіге, интернетке тәуелді болып жатыр да. Ол енді барлығында солай деп ойлаймын. Бүкіл осы медиа саласында жаңағы өзінің жақсы ақпараттарын, шынайы ақпараттарын, жақсы контенттерін өткізе алмау деген барлық медиаға тән нәрсе деп ойлаймын қазіргі кезде. Бұл бір уақытша дүние сияқты. Қазір адамдардың бәрі әлеуметтік желіге тәуелді болып, енді оның да уақыт өте келе қызығы басылады. Адамдар осы бұрынғыша оқуға, газет, журнал, кітап оқуға келеді дегенге өз басым сенемін. Өйткені мен өзім қазір бұрын менде мысалы әлеуметтік желіге кірген тәуір көретін, қызығып оқитынмын да. Қазір мен жұмыстан үйге барғанша, үйден жұмысқа келгенше, мысалы автобуста орын болса, мен отыра қалып кітабымды оқып отырамын. Мысалы сөмкемнен кітабым түспейді да, кітап оқып отырамын. Кәдімгі қағаз нұсқада кітап, мен телефоннан оқи алмаймын, көзім шаршап кетеді. Сонымен қағаз нұсқада кітап оқып отырамын. Қарасам, негізі айналамда да сондай адамдар автобуста өте көп көріп қаламын да. Метрода қазір ондайлар қатар көбейіп келе жатқан. Сондықтан бұның бәрі уақытша деп ойлаймын. Уақыт өте келе адамдар кітапқа, газет, журнал оқуға келеді деп сенемін. Өйткені жаңа әлемдегі дамыған мемлекеттерде әліге дейін газет, журналдар оқып жатқаны жасырын емес қой. Бәрі біледі, дамыған елдерге қарайды. Ол біз неге ондай болмасқа деп адамдар ертең қайда шетелге шыққан сайын олар біз де осындай болайық деп жаңа оқуға ұмтылады деп ойлаймын. Ел ертеңі еңселі болу үшін біз не істеуіміз керек? Тек қана оқу және оқумен қатар тәрбие. Жалпы тәрбие деген нәрсе адамның оқыған кезде сен өзіңе бірде тәлді алып ал. Маған бұрын дейді Ахмет Әшімханұлы жазушы ағамыз былай үйреткен. Сен бәленбай кітап оқыған кезде кітаптың бүкіл нәрсесін, ішіндегі бүкіл мазмұнын есіне сақтамауы мүмкін дейді. Бірақ сен ішінде бір деталь сақтап қал дейді. Саған қатты әсер еткен дейді. Сонда қазір мен де оқыған кезде сөйтіп оқитын болдым. Бір кітаптан оқимын дағыны деп мысалы бір диалог есте қалуы мүмкін. Ол кәдімгі менің өміріме тәжірибе секілді болады да. Мына нәрсені істемеу керек екен деген сияқты бір өзіңде бір принциптер қалыптаса бастайды да. Сондықтан да оқыған кезде балаларға, жастарға айтарым, жастарға деп енді өзінше бір ақыл айтып отырмын ғой. Жалпы сондай бір өзіңе бір дәм болатын нәрсені алып қал да, қалған ақпаратты миыңнан шығарып тастай салған дұрыс. Өйткені ақпарат өте көп, ақпараттың көптігінен біз бәрін бір есте сақтауымыз мүмкін емес. Сондықтан оқыңыздар, оқыған кезде өздеріңізге бір дәм болатын дүниені алып қалыңыздар. Бір оқыған затыңыздан сол нәрсені үнемі есте сақтап отырыңыз. Өйткені тәрбие керек, соның бәрі жиналып келіп сіздің тәрбиеңізге, сіздің мәдениетіңізге айналады. Сосын ол және адамдарға ең басты қажет дағдылардың бірі ол жауапкершілік деп ойлаймын. Жауапкершілігі бар адам кез келген жерде сені ұятқа қалдырмайды, кез келген жерде өзін де ұятқа қалдырмайды. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап
біреу бір жерге сағат мыншада келеді ма сол уақытта келіп, немесе мына нәрсені істеу керек деді ма сол уақытта істеген, ол өзіміз үшін де айналамыз үшін де жақсы. Яғни айналамызға кедергі келтірмей өмір сүрген бәрімізге пайдалы дүние. Осы балаға тәрбиені беретін ата-ана және атасы мен әжесі, былайша айтқанда отбасы, осы тұста отбасы құндылықтарының, бәлкім әкелер мен аналар мектебі, әжелер, аталар мектебінің болуы қаншалықты маңызды осы тұрғыда сөз қозғасаңыз? Әлбетте ол өте маңызды. Өйткені бұл мысалы ата-әжені көріп өскен бала ертеңгі күні басқаларды сыйлай алатын болады. Қарапайым дүние, мысалы қазір енді бәріміз қолымызды жаңағы неге кіріп қол жуғышқа барып жуамыз ғой, тамақ ішетіннің алдында, тамақ ішіп болған соңында. Бірақ кейбір жерлерде, әсіресе ауылда әліге дейін қолға су құю деген дүние бар. Мысалы мен сол дәстүрлердің сақталғанын қалаймын. Неге? Себебі ол дәстүрлер біздің бір ұлттық өзегіміз секілді. Сол ата-әжелер бар үйлері сақталған екен, қарап отырсам сол дәстүрлер былай ата-анасы жас отбасыларда ол дүние сақтала бермейді екен. Мысалы су құйған кезде айналайын бақытты бол дейді. Сен жақсы сөзді күніге бір алғыс естіп өсесің. Сондықтан да біздің салт дәстүрді сақтау өте маңызды. Мен мысалы, сен қазір заманауи киін, заманауи болып жүр, заманауи тұлға болып қалыптас, бірақ сен өзің салт дәстүрін ұмытпасаң, ол сенің ұлт ретінде өзіңді сақтап қалады. Мысалы, әлемде мысалы дінмен ешқандай мысалы ұлтты айқындай алмайсың. Өйткені мұсылман дінін ұстанатын қаншама, ислам дінін ұстанатын қаншама мемлекет бар. Сен араб немесе өзбек немесе түрік екеніңді қайдан ажыратасың? Сен тек өзіңнің жаңағы ұлттық ерекшелігімен, салт дәстүрімен ғана сақтайсың. Өзге ақ нәрсе ұлтты ерекшелік бар, тілі мен салт дәстүрі ғана. Сондықтан да бұл ата-әженің рөлі, ата-әженің осы ұрпаққа беретін тәрбиесі, ол қазақтың негізгі салт дәстүрлерінің бірі. Сондықтан да оны сақтау керек деп. Осы тіл мен салт дәстүр туралы айтқаныңызда Төлен Атүктің таза ұлттар жырындай шығармасы бірден есіме түсіп тұр. Және де осы ата-әжелеріміздің батасын алған кезде шынымен айналайын бақытты бол, өркенің өссін деген қарапайым сөздердің өзі баланың болмысын рухани сусындандырып, сондай бір болмысқа қуат бітіретін секілді. Мысалы қазір біреуге баласына бренд көрсету үшін ақша берем деп істетті. Мысалы оқитын болса ақша берем деп оқытады. Мен мысалы мен 6-шы сынып оқып жүргенде мен нағашы әжем жығылып қалып жамбасы сынды. Сосын ол кісіні біз үйде горшокқа отырғызатынбыз. Горшокқа отырғызу менің мойнымдағы жұмыс болатын. Мен сол кезде кішкентай, қазір 6-шы кластағы балаларды көп ата-ана жұмсамайды, ол кішкентай деп санайды. Мен сол кезде 6-шы сыныпта оқып жүрген кезде әжемді өзім горшокқа отырғызатын. Сонда мені қуаттандыратын, мені жігерлендіретін сол нәрсе горшокқа жеркенбей, андай қиналмай отырғызатын, бірақ сөзімен ұстайтын. Батасын аласың, үлкеннің батасын аласың деген сөз мені кәдімгі бір сұмдық жігерлендіріп, кәдімгі бүкіл жан дүниемен батасын аласың деген сөз мені кәдімгі бір қанаттандыратын да. Қай уақытта болсын ол кісі дәретке шығам десе мен жүгіріп баратынмын да, жаңағы қолдан жасалған горшок, қазіргі горшоктар емес, қазір енді неше түрлі заманда неше түрлі горшоктар шығып жатыр ғой, ол кезде қолдан жасаған горшокқа әжемді отырғызып алатын да, орнына тұрғызып, өзі сүйегі ауыр ірі болатын, бір жағынан өзі балдақпен сөйтіп, бір жағынан мен бүйтіп көтеріп отырып, жаңағы горшокқа отырғызатын. Сол кезде мен өткенде өзім ойлап отырмын, сонда мені жігерлендірген бірақ сөз сонда батасын аласың деген сөз екен да. Сол үшін де қазір балаларға, жастарға айтатын, ата-әжелеріңіз немесе ата-аналарыңыз болса, сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Ол кісілерден аяйтын ештеңе жоқ. Ертеңгі күні ол кісілер сіздің өміріңіздегі ең жақын адамдарыңызды, оларды сыйласаңыз, сіз де Алла тағала жолыңызды ашық қояды екен да. Алайда мынау біздің баланың белгілі бір жолды өтіп өсуі үшін, өркендеуі үшін оның бір үлгі тұтатын адам болу керек. Сіз кімді, қазірше енді рол модел деп айтады ғой, сіз кімді үлгі тұтып өстіңіз? Мен өзімнің туған әпкемді үлгі тұтып өстім. Жазира деген әпкем болды. Менен 9 жас үлкен. Ол некеде өте белсенді болатын. Кез келген нәрседе қолынан келмейтін жоқ. Және сабақты да өте жақсы оқыды, және қолынан келмейтін жоқ. Тігінді де тігетін, тамақтың да түр-түрін пісіретін. Кейін отбасы болғаннан кейін де әліге дейін мен өзім сол кісіні үлгі тұтамын. Себебі ол екі жаққа теңдей қарайтын адам, өзінің әке-шешесінде, ата-енесінде, және қашан барсам да ол жақта құда-жекжаттар мысалы ол кісіні қатты сыйлайды да. Себебі ол сол әдебімен, мәдениетімен, ақылымен, даналығымен
үлгі бола алды да, баурап алды оларды да. Сондықтан мен әліге дейін сол әпкемді өзім үлгі тұтамын. Мен андай бір тұлғаны айта алмаймын, мысалы ол атақты адамда мен пәленшені үлгі тұтамын, мен жазира деген әпкемді үлгі тұтамын, болды. Әліге дейін сол, мысалы мен бірдеңе болса ақылдассам, сол кісімен ақылдасам, мынандай болайын деп жатыр әпше, мынандай ма деп әпкемнен сұрайды. Мен сол кісінің пікірін өзім өте жоғары бағалаймын, және сол кісінің бір шешімдерде шешім таппай жатқан кезде сол кісіден ақыл сұрап тұрамын. Рахмет. Сіз соңғы оқыған топ 3 кітабыңыз? Мен оқыған топ 3 кітап, жаңа біреуісін айтып кеттім, Сәйдің қарлығаштың ерлігі, сосын ғажайып деген кітап бар, керемет Степанов баспасынан аударылған, сосын Полиана деген кітап бар, Марфуға Шапян деген замандасымыз бар, сол кісілердің баспасынан шыққан. Сол 3 кітапты жастарға оқуға кеңес бердім. Әсіресе жастарға ғана емес, үлкендер де оқу керек ол кітапты. Себебі біз көп нәрсені түсінеміз сол кітаптарды оқыған кезде, өмірде көп нәрсені түсінеміз. Және біздің оқырмандарға, көрермендерге айтар топ 3-ке келсеңіз. Мен Бәлкім тілегіңіз. Ең басы, бағана да айтып жатырмын, ең басы оқыңыздар және айналаңыздағы адамдардың пікірін сыйлаңыздар. Егер де бір әлеуметтік желіде біреу бірдеңе жазса, оған сіз қызыл кеңірдек болып ұрыса бермей, өзіңіздің пікіріңізді дәлелдей бермей, әркімнің пікірі өзіне қымбат, өзінше дұрыс. Сондықтан өзіңіздің пікіріңізді жай ғана айтыңыз да қойыңыз, ары қарай қайта қаузап, біреуге тиісіп, жаман сөз жазу, балағат сөз жазу ол дұрыс емес деп санаймын. Сондықтан да әлеуметтік желіде өздеріңіз сабырлы ұстасаңыздар деймін. Сосын одан кейін оқумен қатар үй тіршілігіне араласып үйренсеңіздер, ата-аналарыңызға көмектессеңіздер, әпке ағаларыңызға көмектессеңіздер, ол нұр үстіне нұр. Себебі бізге бәрібір еңбек деген нәрсе керек. Үйде үй тірлігіне икемді бала ол кез келген ортада өзін ұстай алатын және кез келген ортаға сіңісіп кете алатын адам тұлға болып қалыптасады. Сондықтан да үй тірлігіне де икемді болсаңыздар, ол өздеріңізге де, айналаңыздағы адамдарға да, ата-аналарыңызға, отбасыңызға да бір жақсы пайдалы іс болмақ. Рахмет, Жадыра апай. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Жадыра Нармаханова және Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің халықаралық журналистика факультетінің 1-ші курс студенті Ақерке Елемес. Келесі шығарылымдарда жүздескенше. Рахмет.